Сәлем ханымдар, қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз, жақсысыздар ма? Ханымдар, мен сіздерге бір керемет техника бергім келіп отыр. Бұл техника ақшаға байланысты. Егер сіз осы видеоны қазір көріп отырған болсаңыз, значит, оны сіз жасау керексіз деген сөз. Бүгін осыны міндетті түрде жасаңыздар. Техника бізде былай атады. А және Б пункті. А пункті дегеніміз не? Сіз бұрын қанша ақша алдыңыз, қазір қанша ақша алғыңыз келеді. Ақшасы жоқ, мысалы қараңыз, ақшасы жоқ, Нұржанат қандай, ақшасы бар Нұржанат қандай, соны біз жазуымыз керекпіз, елестетіңіз, көріңіз, ең бірінші жазыңыз, ақшасы жоқ Нұржанат қандай. Ол өзіне сенімсіз, жаңағындай ешқандай күтімі жоқ, жаңағы киімі арзан, қайда барса да жолы болмай қалатын, бүкіл проблемасы ақшаға кеп тірелетін деген сияқты, жүйке жүйесі тозған деген сияқты, шынайы ақшасы жоқ, өзіңізді сипаттап жазыңыз. Прям бүгін жазыңыз, қыздар. Өте керемет ақша блогын шешетін техникалардың бірі. Одан кейін барып, жаңағы Б пункті, ол ақшасы бар. Ақшасы бар Нұржанат қандай? Соны жазыңыз. Ақшасы бар Нұржанат қандай? Ол өзіне сенімді, ол барлық жерде жаңағындай сыйлы деген сияқты, өте қымбат киім киеді, өз-өзіне риза деген сияқты, ол өз-өзін жақсы көреді, өз-өзін қатты бағалайды деген сияқты. Енді сол бір сезімді мына жеріңізден өткізіп жазу керексіз. Кәдімгідей өткізіңіз. Шында да сіздің қолыңызда, сіз айына осындай миллион ақша тауып жүргенде қандай сезімде боласыз, соны жазу керексіз. Шынайы мына жерден өткізіп отырып жазу керексіз. Одан кейін оны жазып болдыңыз ба, сұраңыз, осы ақшаны табуға маған не бөгет жасайды? Сұрақ қоясыз. Не бөгет жасайды? Сол миллиондарды табуға сізге не бөгет жасап жүр? Сұрақ қойдыңыз ба, сұрақ жаза бастаңыз. Ойланудың қажет жоқ. Миыңызға бірінші не келді жазыңыз. Қорқамын, көп ақшадан қорқамын, ол маған келмей ма деп ойлаймын деген сияқты. Ол ақшаны мен қайдан табамын? Қазір карантин емес пе? Тағы бизнес, маған клиент келмейді. Ла деп миыңызға не келеді, соның түгелін отырып алып жазыңыз. Одан кейін жаздыңыз. Енді жазыңыз, ол жаңағы, ол андай ғой, ол мындай ғой, келмей қалады, клиент жоқ болып кетеді, маған кім келеді дейсің, мені кім тыңдайды дейсің, ақ көктің барлығын жазып болғаннан кейін тағы былай жазасыз. Бұл менің миымдағы сандырақ. Прям осылай жазасыз. Бұл менің миымдағы сандырақ. Бұл сандырақты мен өзім создавать еткем. Значит, мен бұл сандырақты өзім алып тастай алам. Өзім бұл сандырақты өзім жасап алсам, значит, өзім алып тастай алам. Солай әрбір сандырақты алып тастап отырасыз. Егер миыңызға сразу жаман ойлар келіп қалған болса, былай күндерді, сонда да бұл менің миымдағы сандырақ. Бұл сандырақты мен өзім бір кездері жасап алғам. Егер өзім жасап алған болсам, бұны өзім алып тастай алам. Түсінесіз бе? Солай әрбір сандырақты миыңыздан алып тастап отырасыздар. А пункті мен Б пункті. Оның тағы бір жақсы бір техникасы бар, қыздар, осы А пункті мен Б пункті. Екі жаңағындай орындық деп айтады, стулды аласыздар. А пункттағы ақшасы жоқ Нұржанат, Б пункттағы ақшасы бар Нұржанат. Соған ең бірінші А пунктіне отырып, жаңағындай өзіңіз айтасыз, ақшасы жоқ Нұржанаттың сезімін осы столда отырып, орындықты деп сезінесіз. Одан кейін барып, екінші ана столға отырып, онда ақшасы бар. Б пункттағы Нұржанатты сезіну керек. Өзіңізді әрине, сезініп отырып, өзіңізді кәдімгідей миыңызға сол установканы қоясқаныз. А пункттағы отырған Нұржанат, мысалы, ол ақшасы жоқ, ол өзіне сенімсіз, бірдеңке, ол тағы да сандырақ кетті, миыңызды тағы да жаңағындай сандырақ кетті, соны айтасыз. Бұл менің миымдағы жаман сандырақ. Бұны мен өзім создавать еткем. Значит, өзім создавать етсем, өзім алып тастай алам. Все, алып тастаңыз. Бұдағы ол өзіңіз создавать еткен уже, жаңа алып тастадыңыз ғой миыңыздағы сандырақ картинка. Б пунктына барасыз да жақсы картинка қайтадан создавать етесіз.
қуанышты, ақшасы бар, өз-өзіне риза, өз-өзін жақсы көретін, қайда барса да жолы болғыш, қайда барса сізге сыйлық беретін, қайда барса сізге үлкен жеңілдік жасайтын, сізді сыйлайтын, жақсы көретін, сіздің бар жағдайыңызды жасайтын деген сияқты сол картинканы миға раз и навсегда қойып алыңыз. Бүгінгі сізге берілетін техника осындай. Жасап болғаннан кейін міндетті түрде қыздар комментарияға жазып кетіңіз. Иә, жасадым. Осындай екен. Жасамасаңыз, жасамадым. Реально жоқ, жасаған жоқпын, жай тыңдадым, все. Жасамадым деп айтып кетіңіз. Ертеңгі марафонда 30 күні бұдан да ең керемет жаңағы техникалар болады. Ары қарай қалай жұмыс жасау керек? Сізге күнделікті 100 000 теңге ақша түсу үшін қалай жұмыс жасау керексіз? Осы миыңыздағы реальный жаңағы сандырақты қалай алып тастау керектігін мен ары қарай әрине сіздерге үйрететін боламын. Сондықтан жасап көріңіз. Сәттілік сізге.